Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Құрметті Отан арнасының көрермендері, бізге әрдайым қолдау көрсетіп келе жатқандарыңызға алғыс білдіреміз. Каналға тіркелмегендеріңіз болса, міндетті түрде тіркеліп қойыңыз. Біз хабарымызды жалғастырамыз. Ақордаға жақын телеграм арналардың мәліметінше, билікті басып алу ісінде жазасын өтеп жатқан Ұлттық қауіпсіздік комитетінің экс-төрағасы Кәрім Мәсімов қана емес, сонымен қатар ескі Қазақстанның басқа да өкілдері бар деп хабарлайды Дала Ньюс KZ арнасы. Дерек көздердің мәліметінше, үкімет коридорларында билікті басып алуға тырысқан Мәсімов пен оның қоластындағылардан бөлек Мәжілістің бұрынғы спикері Нұрлан Нығматулин мен Қазақстанның қаржы полициясының экс-басшысы және Қазақстанның бұрынғы бас прокуроры Қайрат Қожамжаровтан құралған триумвират бар екен. Мысалы, Нығматулин қаңтар оқиғасы кезінде Қазақстан парламентінің екі палатасын және бірден Қазақстанның бірнеше орталық өңірлерін бақылап отырса, ал Қожамжаров Қазақстанның бас прокуратурасының барлық қызметкерлерін және Қазақстанның қаржы полициясы қызметкерлерін бақылап отырды. Сонымен қатар, Қожамжаров Қазақстанның ең криминал өңірі Жамбыл облысында бірнеше ірі ұйымдасқан қылмыстық топты бақылаған. Яғни, Нығматулин мен Қожамжаровтың қолында мемлекеттік төңкеріс сәтті өткен жағдайда қаралы қаңтар оқиғаларының басында тұрған барлық адамды қылмыстық қудалаудан аман алып, олардың әрекеті заңды болғанын қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін барлық құрал болды. Қазіргі таңда Нығматулин де Қожамжаров та қаралы қаңтар оқиғасына байланысты ешқандай тергеуден өткен жоқ. Бір кездері Ішкі істер министрлігін басқарған Ерлан Тұрғынбаев та тергеуден сытылып, кейін ұсталып, оған тағылған айып негізінде қамауда отыр. Енді Нығматулин мен Қожамжаровтың қаңтар оқиғасына қатысы туралы ақпараттың көпшілік алдына шығуы Тұрғынбаевтың жағдайындағыдай уақыттың еншісінде. Себебі мұндай ақпаратты Қазақстанның құзырлы органдары Талғат Мақатовқа қатысты қылмыстық процесті қарастыру барысында айтуы мүмкін. Мақатов Қожамжаровтың сенімді өкілі және қаңтар оқиғасы кезінде Алматыда жүрген қарулы және қылмыстық топтың құрамында болған. Сонымен қатар Мақатов Арман Жұмакелдиев Дики Арманмен байланысты болып, оның адамдарын мемлекеттік төңкеріс жасамақ болған ескі Қазақстан өкілдерін қарумен қамтыған. Мақатовқа қатысты процесс өкінішке қарай жабық өтеді. Бұл ескі Қазақстанның қазіргі билікті дискредитациялап, өзін қорғау үшін жасап отырған әрекеті, және бұл Қожамжаров секілді ескі Қазақстан өкілдерінің Қазақстанның саяси және бизнес элитасы мен қазіргі және бұрынғы құқық қорғау орган қызметкерлерімен сот корпусындағылармен байланысты екенін көрсетеді дейді сарапшылар. Қайрат Қожамжаровтың билік элитасындағы саяси салмағы ешкімнен кем түспейді. Жақында Қазақстан қаржы полициясының экс-басшысы және Қазақстанның бұрынғы бас прокуроры Қайрат Қожамжаровтың шынайы оқиғаға негізделген «Қанжер кім» атты детектив туындысы жарыққа шықты. Бірқатар телеграм арналар кітаптың жазылуын Қорғас ісі бойынша жаңадан басталған тергеумен байланыстырады. Айтуларынша, кезінде Қожамжаровтың қарамағында болған қызметкерлер оған қарсы айғақтар беруде. Осы тұста Дала Ньюс KZ саяси болжамға шолу жасап көрген еді. Үкімет дәлізінен қауесет таратушылардың пікірінше, еліміздің кітап дүкендерінде сатылымға шыққан детектив туынды Қожамжаровтың қазіргі Қазақстан билігіне бағытталған бір ескертуі болса керек. Нақтырақ айтсақ, бұл Қазақстанның саяси әрі бизнес элитасы, сондай-ақ құқық қорғау органдарының қазіргі және бұрынғы шенеуніктермен әлі де тығыз байланысы бар экс-шенеуніктің Қорғас ісі тергеуінде айыпталушы болғысы келмейтінін меңзейді. Кітап детектив жанрында шынайы оқиғаларға негізделіп жазылғандықтан, Қожамжаровтың бірқатар жоғары лауазымды тұлғаларға қатысты жинаған компроматтық сипаттағы нақты деректерінің әлі де бар екенін тікелей көрсетеді.
Себебі ол Қазақстанның қаржы полициясының басшысы, қала берді Қазақстанның бас прокуроры қызметтерінде атқарғанын еске саламыз, дейді телеграм арналар. Қожамжаровтың кітабы әр жылдары Қазақстан аумағында орын алған және әртүрлі ведомство тергеген түрлі қылмыстық істерді сипаттаудан тұратын жинақ. Демек, Қожамжаровтың 2017-2019 жылдар аралығында басқарған Қазақстан бас прокуратурасындағы мұрағатты кітапқа негіз болмақ. Мұндай кітапты арнайы авторлар ұжымы дайындап, бұл жағдайда кітапты Қожамжаровтың өзі жазған деген дерек жоққа шығады. Әдеби саңлақтар оны жазумен айналысады. Яғни, редактордың жетекшілігімен бұрынғы және қазіргі журналистерге материалдар толыққанды, қол жетімді болған. Бұл ретте қылмыстық істердің материалдарын дайындау бірнеше айдан бір жылға дейін созылуы мүмкін екенін еске саламыз. Осы арқылы Қожамжаров құқық қорғау органдарының қазіргі және бұрынғы қызметкерлерімен ауқымды байланысы бар екенін, бөгде адамдардың да Қазақстан бас прокуратурасының мұрағатына толық әрі шектеусіз қол жетімділігін қамтамасыз етуге қабілетті екенін, сондай-ақ Қазақстан бас прокуратурасы мұрағатының бір бөлігі көшірілгенін және оның жеке иелігінде екенін көрсетіп берді, дейді арна дерек көздері. Бұл ретте Қазақстан қаржы полициясының экс-басшысы мен Қазақстанның бұрынғы бас прокурорының кітабын дайындау кезінде арнайы авторлар ұжымы жұмылдырылғанын жанама түрде көрсеткендей. Мәселен, Қазақстан Республикасы парламент сенатының депутаты, Хабар телеарнасының бұрынғы қызметкері, сонымен қатар Қазақстан Республикасы тұңғыш президентінің қызы Дариға Назарбаеваның қарамағында жұмыс істеген Владимир Рерих, бұрынғы әйелі Дана Нұржігітова кітапты әлеуметтік желідегі парақшасында тікелей таныстырған болатын. Еске салса, Қожамжаров Қазақстан қаржы полициясын басқарған, Қазақстанның бас прокуроры, Ақмола облысының әкімі қызметтерінде атқарды. Нұрсұлтан Назарбаевтың бұйрығымен сенат депутаты болды. Бас прокурор қызметін атқарған кезде көптеген резонансты істер негізсіз ойдан шығарылған деп танылған. Кейін оның қарамағында істеген қызметкерлердің үстінен қылмыстық істер қозғалып қамауға алынады. Кезінде Қожамжаровтың артынан қорғас ісінен пайда көргендердің бірі деген сөз ерген. Бірақ бұл дерек іс жүзінде дәлелденбеген. Экс-депутат бұл сұраққа нақты жауап беруден жалтарып келген еді. Енді міне жаңа туындысы жарыққа шықты. Мұнда ол барлық сұраққа астарлап жауап беруді көздеген сыңайлы. Қайрат Қожамжаров туралы айта берсек сөз таусылмайды. Бұл азаматты бұған дейін де әлеуметтік желідегі түрлі ақпарат көздері әртүрлі деректермен шығарып келген еді. Қайрат Қожамжаров туралы айтатын шындық көп әрине, бірақ оған қатысты қылмыстық іс қашан қозғалу мүмкін? Басты сұрақ осы, немесе ол жазып шыққан кітап өзіне қорған болмақ па? Төмендегі комментарийге пікір қалдырыңыз, каналға жазылып, қолдау білдіруді ұмытпаңыз.